30 наурыз күні Елбасы кітапханасында Нұр Отан партиясының қалыптасуындағы елбасының рөлі атауымен кездесу өтті. Кездесу Елбасы кітапханасы мен Нұр Отан партиясының саяси менеджмент мектебі арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум аясында ұйымдастырылды. Шара модераторы Нұр Отан партиясы саяси менеджмент мектебінің директоры Жанар Бұқанова, партия мүшелері, жастар, Қазақстанның барша азаматтарының саяси құзыреттілігін арттырудың маңызды екенін айта келе, қатысушыларды саяси мектептің жұмыс жүйесімен таныстырды. Партияның саяси мектебінің авторлар ұжымы Нұр Отан партиясы Қазақстанның саяси тарихы толқынында атты оқу құралын жазған. Осы кітапта партия қызметіне алғаш рет кешенді талдау жасалды. Оқу құралы қазақ және орыс тілдерінде жарық көрді. Бұл оқу құралының тұсаукесері Қазақстанның саяси өміріндегі айтулы оқиға. Оқу құралында саяси үрдістегі өзгерістер толық жазылған және оның іргелі негізін елбасы еңбектері құрайды. Кітап әлемдік тәжірибеге, инновациялық саяси жүйенің үздік дәстүрлеріне бағдарланған. Елбасы кітапханасы директорының орынбасары Жапсарбай Қуанышев қатысушылар назарын партия тарихын баяндау амалдары кітапта заманауи және дұрыс жазылғанына аударды. Оқу құралы азаматтық қоғамның дамуы және партия дамуының белгілі деңгейін ашу тұрғысынан жазылған. Кітапта партия жұмысының инновациялық әдістері қаралып ұсынылған. Партияны қалыптастырудағы елбасының рөлі көрсетілген. Оқу құралы қолданбалы сипатта және партия тұрғындар үшін ғана емес, сондай-ақ елдегі қоғамдық саяси өмірге бейжай қарамайтын барлық азаматтар үшін пайдалы кітап екені сөзсіз. Оқулықтың тұсаукесер рәсімінен кейін Нұр Отан партиясының өкілдері Елбасы кітапханасына жаңа оқу құралының бірнеше данасын сыйға тарту етті.